Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен балық қуыру құпиясымен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, соңына дейін бірге болыңыздар. Балығымызды қуыру үшін осындай қоймалжың масса жасап аламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, оның үстіне жарты стакан суымызды құйып, оның үстіне 5 ас қасық ұн саламыз. Шым-шым тұзымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бір массаға, бір қалыпқа түскенше ешқандай түйіршігі болмау керек. Үстінен тағы да 2 ас қасық суымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табамызға баяу отта балығымызды массамызға батырып алып, әр жағын 4-5 минуттан қуырып аламыз. Отымыз қатты болмауы керек. Отымыз қатты болса, балықтарымыздың сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Балықтарымызды ұнға қуырғанға қарағанда, осылай клярға қуырған тиімдірек. Өйткені майымыз, ұнға қуырған майымыз қап-қара болып күйіп кетеді. Мінекей балықтарымыздың барлығын осылай клярымызға араластырып алып, қуырамыз. Достар, каналымдағы рецепті ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Тағы да қандай рецептер күтесіздер, астыға пікір қалдырыңыздар. Міне достар, балықтарымның бір жағын қуырып алдым, екінші жағын қуыруға балығымды аударып жатырмын. Достар, осы әдіспен қуырып көріңіздер, балықтарыңызды өте дәмді болып шығады, иісі мұрын жарады. Майларыңыз да қараймайды. Қалған балықтарымызды да дәл солай қуырып алатын боламыз. Міне достар, балықтарымыз да дайын болды. Түрі тәбет ашарлықтай, өте дәмді болып шықты. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тағы да қандай рецептер күтесіздер?